Яғни бізде ең алғашқы өздеріңіз білесіздер, Қазақстанды зерттей басталу ол 1920 жылдан бастап арнайы КСР ғылым академиясының келуімен басталды. Одан кейін Қазақстан ғылым академиясының қалыптасуы ол 1946 жылдан кейін жүзеге асқан еді. Қазақ КСР ғылым академиясының құрылымының алғы шарттары. 20 ғасырдың 20 жылдардан бастап тұрақты және маусымды ғылыми қоғамдар жұмыс істей бастады. Яғни осы кезеңнен бастап арнайы орыс зерттеушілер келіп Қазақстандағы табиғи байлықтарды зерттеу басталды. Одан кейін зерттеушілер жүргізу нәтижесінде Ферсман, Самойлович, Григорьевтер, яғни қазба орындары мен өсімдіктер мен аңдар дүниесі және қазақ халқының тарихы мен этнография жайлы құнды еңбектер жазды. Яғни осы кезеңнен бастап шынайы Қазақстан жеріндегі қазба байлықтармен қатар тек қандай жан-жануарлар өмір сүреді, сонымен қатар өсімдіктерді толық зерттеп шыққан еді. Яғни зерттеп қана қойған жоқ, Қазақстанның географиялық ең алғаш картасын қалыптастыра бастады.